Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Уәде еткендей жаңағы бөлме гүлім жағдайы қандай гүлімнің. Бұны мен сатып алған кезде ол тек қана бір бұтақ болып не қылды. Сатып алған әкелген кезімде және төбесінде жапырақтары бар еді. Сосын мен оны мынандай новый шелек сатып алдым. Және осы жаққа биогумус салып, жаңа көшетті осы жаққа отырғыздым. Арадан бір 2 аптадай өткен шығар шамамен. Мен гүлімде қандай өзгерістер бар? Мінекей қарап отырсаңыздар, мынау жамбастан нелер шығара бастады, өсінділер. Мінекей жамбастан және мынау көрдіңіздер ме? И әр жапырақтан түбінен нелер шығып жатыр. Мынау, я? Жаңағы нелер қосымша бұтақтар шығып жатыр. Өте қарқынды. Әр жапырақтың түбінен шығып жатыр. Мына төбесі, жаңағы мен үйге алып келгеннен кейін төбесі мына ашылды. Мынаусы. Қарап отырсаңыздар, цветі бойынша да мысалға более насыщенный жап-жасыл болып тұр. Мыналар. Мына өзінікі, баяғыда өзімен келген кездегі. Ал мынау жаңағы уже биогумустың несі. Күшімен өсіп жатыр. Биогумусқа отырғызғаннан кейін. Осылай жан-жағынан не шығып жатыр? Жаңағы қосымша нелер шығып жатыр. Көрдіңіздер ме? Осыны мен биогумустың күші деп есептеймін. Кімде егер практикаларыңызда болатын болса осындай, комментарияға жазып өтсеңіздер болады. Жаңағыдай сіздерде де осындай болып жатыр ма? Егер биогумусқа еккен гүл көшеттеріңіз болса, комментарияға жазыңыздар. Осы уәде еткен видеом осы. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Жаңағы каналға подписка жасауларыңызды сұраймыз.